Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі етістік. Оқушылар, мына кестедегі сөздерді оқып көріңдер, және бұл сөздердің бір-бірінен қандай айырмашылығы бар? Ойланыңдар. Байқап қарасаңдар, бірінші бағандағы сөздер тек бір сөзден ғана құралған, ал екінші бағандағы сөздер екі немесе үш сөзден құралған. Демек, бірінші бағандағы сөздер дара етістіктер, ал екінші бағандағы сөздер күрделі етістіктер екен. Яғни біз бүгінгі сабақта дара және күрделі етістіктерді анықтаймыз. Дара және күрделі етістікті ажырата отырып мысал келтіретін боласыңдар. Етістік дара және күрделі болып бөлінеді. Дара етістік бір сөзден тұрады. Жазды, көрді, ұшады. Ал күрделі етістік екі немесе үш сөзден тұрады. Жазып отыр, көріп жүр, ұшып бара жатыр. Осы ережені есте сақтаңдар. Мына тапсырмаға назар аударыңдар. Құмырсқа мен шегіртке мысалын оқып, оның аяқталмай қалған бөлігін болжап көріңдер. Және мысалдағы қарамен жазылған сөздерді оқып, ол сөздер қай етістік түріне жататынын анықтаңдар. Кішкентай құмырсқа нанның қиқымын алып келе жатып, байқаусызда шұңқырға түсіп кетеді. Мұны көрген шегіртке мазақтап күледі. Осы кезде оны торғай аузына іліп кетеді деп аяқтауға болады. Ал бұл жерде түсіп кетеді сөзі күрделі етістік, ал күледі сөзі дара етістік болып тұр. Келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Дара етістікті күрделі етістікке айналдырып көр. Көрді, оқыды, жазды, ұстады. Көріп жүр, оқып отыр, жазып отыр, ұстап алды. Жарайсыңдар, балалар. Дара етістік бір ғана сөзден құралады, ал күрделі етістік екі немесе одан да көп сөздерден құралады. Есте сақтаңдар. Келесі тапсырма. Дара және күрделі етістік деп аталатын ғажайып бұлттарға тиісті сөздерді орналастырайық. Дара етістікке қай сөздер жатады? Ал күрделі етістікке қай сөздер жатады? Түсіп кетті сөзі күрделі етістік. Алды дара етістік. Ұшып бара жатыр күрделі етістік. Ұйықтап қалды күрделі етістік. Көрді дара етістік. Сендер де дұрыс топтастырдыңдар деп ойлаймын. Келесі оқушылар X және 0-дік ойыны бойынша сабағымызды қорытындылайық. Бұл жерде сөйлемдер көрсетіледі. Егер сөйлем дұрыс болса, 0-дік белгісін қою керек, ал дұрыс емес болса, X белгісін қою керек. Әр дұрыс жауапқа бір жұлдызша беріледі. Қимыл іс-әрекеттерді білдіретін сөздерді етістік деп атайды. Дұрыс па? Дұрыс. Бізде бір жұлдызша. Келесі сөйлем. Екі немесе одан да көп сөздерден тұратын етістікті дара етістік деп атайды. Дұрыс емес. Демек X. Бізде тағы бір жұлдыз. Бір сөзден ғана тұратын етістікті күрделі етістік дейміз. Дұрыс па, бұрыс па? Әрине, дұрыс емес. Демек X. Бізде тағы бір жұлдызша. Шықылықтап жүр сөзі күрделі етістік. Дұрыс па, әлде бұрыс па? Дұрыс. Келесі жұлдызша қоржынымызда. Домалап кетті сөзі дара етістік. Дұрыс па, әлде бұрыс па? Бұрыс. Демек X белгісін қоямыз. Жарайсыңдар, балалар. Біз барлық жұлдыздарды жинадық. Демек, біз барлық сұрақтарға дұрыс жауап бердік. Бүгінгі сабақта сендер дара және күрделі етістіктің қалай жасалатынын білдіңдер және оларды ажыратуды үйрендіңдер. Дара етістікті күрделі етістікке айналдыруды үйрендіңдер. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.